тәңіршілердің қытығына тағы да тиіп отыр. Тәңіршілдікті қазір біздің қоғамымызда білесіздер қатты насихаттап жатыр ғой. Қазір 2024 жыл басталды ғой. 2023 жылдың нәтижесі бойынша мынау ұлдары мен қыздарға есімдерін қоюда мынадай есімдер қойылған екен. Қараңыздаршы. Мысалы осы ұл балалардың ең көп қойылған есімдер ол Алихан, Омар, Әмір, Алдияр, Айсұлтан, Алан, Али, Нұрислам, Мұхаммад және Хамза екен. Тура осылай былтырдың ар жылы болған екен. Бірақ Хамзаның орнына Рамазан деген ат болған екен. Енді қараңыздар, Хамзаны білесіздер, ол мықты батыр болған адамды біздің қазіргі ұлдарымызға да қойып жатыр. Неліктен батыр болсын деп ше. Ал қыз балаларға қандай аттар қойылар? Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Тамирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым сияқты. Көрдіңіздер ме достар? Осының барлығы мынау араб тілінен алынған кезінде. Бұл бабаларымыздан келген, болмаса жаңағы Ыбырай Алтынсарин, Абайдың шын аты Ибрахим, не дейсіңдер енді? Бұл тәңіршілерге ұнамайды әлбетте. Мұсылман болып және өзінің салт дәстүрін ары қарай дамытатын болса, тіліне бекем болатын болса, керемет емес пе? Қорбекерге шаманизм болмаса жаңағы пұтқа табыну, болмаса жаңағы үстіңе бір теріні байлап жүруіміз керек пе сол кезде? Мұсылман болу, намаз оқу бір артта қалып қалу емес негізі. Мұсылманшылық ол заманауи болуға шақыратын дін.